Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде 13-ші қыркүйек. Қазір сағат 3:49. Ақтөбе қаласы бойынша Яндекс қызметіне шығып жатырмыз. Бізде қазір эконом және жеткізу қызметі және не бар? Эконом және жеткізу қызметі және эконом жеткізу қызметі және экспресс бар. Яғни экспресс деген есіктен есікке дейін деген. Еске сала кетейік. Ақтөбе қаласы, мен көлігім Toyota Sienna автокөлігі. Бұл көлік қазір сатылымда. Қала бойынша коэффициент 100 теңгеден 1300 теңгеге дейін. Сол себептен жұмыс жасайтын боламыз. Оның алдында да кішігірім жұмыс жасадық. Қол тимей жобамен бір айдай уақытта мен шыққан жоқпын. Осы ютубқа өткені видеостройка болды, соның шаруаларымен жүрдім. Енді бітті. Әлі бірақ істейтін жұмыстар әлі көп. Бірақ дегенмен де арасында осылай такси қызметіне шығып тұрамын. Бүгіннен бастап мен өзімнің еңбек демалысындамын. Яғни отпускыда. Ертеңнен бастап дүйсенбіден басталады. 14 күннен бастап. Бүгін бізде 12-сі. Кеттік. Қазір бізде Ақтөбе қаласында Жиенбаев көшесі, ГМЗ, район ГМЗ деп аталады. Осы жақта тұрмыз қазір. Яндекс қосамыз, сосын такси қызметіне шығатын боламыз. Машинаны жуып алдық. Әдемі қылып шаң-шаң болады. Соның ішін бәрі тазалап, полировать етіп, полировкілері жалтырап тұр. Бұлай негізі бұл көлік сатылымда тұр. Кеттік, жұмыс болсын. Араға кішкене уақыт қана салып, тіпті 1 минутта болмады деймін. Алғашқы тапсырысты көрсетемін. Қанша теңгеге шыққанын қазір бірге тамашалайтын боламыз. Бірге қарайтын боламыз. Әзірге кеттік. 2 тапсырыс орындадық. Біреуі 600 теңге, біреуі 700 теңге. Ол эконом тарихы бойынша. Енді 3-ші тапсырыс бізде жеткізу қызметі 1200 теңгеге шығып тұр. 1200 теңгеге шығып тұр. Қазір кетіп бара жатырмыз. Тапсырысқа дейін біраз минуттар бар, 10 минуттай бар негізі. Сол себептен кішігірім әңгіме айтайық. Мен шыққанда қарым ашып тұр қазір. Қарым ашқасын жұмыс істегісі келмейді адам, білесіздер. Сол себептен бір жерден ондай не алам ба деп отырмын. Батчан ойда бола ма? Жақсы сәлет. Мен жөе көріппін, дұрыс әңгіме жоқ, бірақ просто мен бұрын перестроить етіп қойған сияқты. Ештеңетпіз. Қандай блини ма, бірдеңе алып жейін шаймен блиниді. Кішкене жүрек жалғапшы. Прям блини жақсы. Әдемі негізі. Мына жақ баласынан істейші. Өздері бірсін ана жерге бәрі бұрылады. Мына жерден қазір ана жерге барғаннан бәрі бұрылам деп тұрылады. Мына прям ұрасың ғой. Кеттік. Андай айтпақшы, мен алдында бір әңгімелерімді айтқан болатынмын. Мен не деп көрдіңіздер ме, айтқаным осы. Мына прямо ұрады, анау қазір бұрылам деп тұр болады. Автобус бұрылам деп тұр. Оның артындағы машиналарда тоже тіке жүрем деп тұр. Сол себептен мэрс қайта-қайта поворотник жақып қояды ше. Өзі тұрып қалды. Болды. Ана не дейді? Орыстар сөз оймыз. Смеется тот, кто смеется последнее время. Сенде бір не бар, қазір айтпақшы алдында бір қызықты айттым ғой, мен кітапқа қызық біттім. Қазір метод Гарварда деген кітап оқып жатырмын. Вот сол кітапты барлығыңызға оқуға кеңес беремін. Күшті кітап, керемет кітап, маған өте ұнады. Адамның болмысын пысықтайды. Орысша, бірақ қазақша аударылған түрлері бар шығар мүмкін. Бірақ мен орысшасын оқып жатырмын. Керемет кітап екен. Мүмкін андай оған. Бізде мүмкін Абай атамызда, басқасы басқа, солда мүмкін ондай кітаптар бар шығар. Солай жазылған. Қалай тұру керек, қалай жүру керек, қалай өзіңді ұстау керек, қалай жеңіс жетістікке жетуге болады, өзіңді жаңағыдай қалай қамшылау керек деген сияқты. Біздер көбінесе жалқаумыз ғой. Сондай нәрселер барлығы жазылған соның ішінде.
мына қараңыздаршы, мынау так Hyundai емес, Hyundai Мә, есіме шығып кетті, анау каплюшка жатады, короче. Жаңа ішінен водитель түсті, короче. Как положено. Немен, рубашкамен, басесі киініп алған. Каплюшка жатады. Комфорт плюс тариф. Енді айтайын дегенім, солай көруге бола ма екен. Қалада жүргендер болса, қызыққа видео түсіріп көруге болады. Осы жерде бір ан бар, болмаса Дина, ар жақта электрон деген Астана Корсода Дина бар, точно білем. Мына жерде артымызда алып қойды деймін, ан бар негізі. Мына жерде жоқ сияқты, тек Дина бар ан жерде. Сол жерде шайымызбен немізді алып аламыз. Блини. Или андай шай жазатын жерлердің өзінен де сұрап көреміз. Шайға бірдеңе бар шығар, шай сосын шайға бірдеңе. Солай. Желден шығып кеттік, қазір шайды жүк жалғап аламыз, қайттан кіретін боламыз желге бұйырса. Кеттік. Лакомка дегенге бар едім, ода жоқ екен шай. Ана жақта бір бар, вкус дейме, новый вкус дейме, соған барып едім. Мында пицца алдым, негізі иорская самса алып едім, онымен шай жоқ, пицца алып, пицца жалысап. Осымен жүрек жалғап алатын боламыз енді бұйырса. Сосын қайттан жұмысқа шығу керек. Сағат 6 болды. Жоқ, сағат ровно 5 болды. 6-ға дейін жүре тұрамыз. Сосын кешкі уақытта жатамыз. Мүмкін демалып алып жатамыз. Сағат 5 болды, 5 минут кетіп жатыр. Желіге шығып жатырмыз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде аптаның жексенбі күн, қыркүйектің 14 екен. Қазір біздер жұмысқа шығып жатырмыз. Кеше 6 тапсырыс орындап 4570 теңге таза табыс түскенбіз. Қазір енді біз тарифіміз эконом және жеткізу қызметі және экспресс дейді ғой. Есіктен есікке дейін, яғни кешке шыққан жоқпыз, ондай уақыт болған жоқ шығатын. Енді қазір сағат 14:33 жұмысқа шығып жатырмыз. Ал желде жүрген жігіттер, сіздерге сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін енді демалыста қала бойынша коэффициент 100-ден 1300 теңгеге дейін, яғни көтеріліп тұр. Өте керемет қала, былай жақсы, пробка ондай көп жоқ сияқты. Кеттік, бастаймыз жұмысты. Алғашқы тапсырысты аяқтадық, 1350 теңгеге шықты. Енді қазір келесі тапсырысқа бара жатыр. Ол бізде жеткізу қызметі 1520 теңге. Мен көрсетейін дегенім, қазір көрсетемін, мына тапсырысты аяқтап болайын. Ана Яндексте мынадай бар екен, қанша процентке спрос болады. Ертең, мысалы үшін, таңертең ерте 8-де шықты жұмысқа дейінші, сол уақытта спрос көп болады. Күніне бір кепілдік берілген сумма, ол бізде 16 мың теңге түсу керек дейді. Жобамен. Бұйырса, ертең көреміз оны. Мен қазір видео түсіріп көрсетемін оны. Біз қазір келе жатқанда кешігіп келе жатыр. Уже шамамен 3 минуттай кешігіп келе жатырмыз. Ана кісілер шығып болмады, барған жерінен күткі сұқпайды. Сондай жағдай. Сағат 4:30 болды, 4:29 минут. Күн болғасы кішкене дұрыс көрінбейді шығар. Сағат 4:29 минут кетіп жатыр. 5 тапсырыс орындадым, 6305 теңге таза табыс. Қалай ойлайсыздар, әдемі ме? Мен ойымша өте керемет сияқты. Қазір мен мына жерден неге бара жатырмын? Азық-түлік дүкеніне бара жатырмын. Сол азық дүкенінен андай бір сникерс па бірдеңе алып алмайды пісіме, жолда деген алдынан кесіп кетеді, тоғын есіп кетеді, мән берекетті алды мына жерде бар ма? Ол как раз азық-түлік дүкені. Кішкене көңіл күй көтерейік. Жалпы шоколад адамның көңіл күйін түсіріп көтереді негізі. Сол себептен сникерс алуға бара жатырмыз. Қазір жеп аламыз. Бастап кетеміз сразу. Так, жаңа соңғы тапсырыс 9 минут болды. 910 теңге тапсырыс 910 теңгеге шықты. Енді маған 1000 теңге берді.
енді 90 теңге сдачасы бар еді. Сосын айтайын, шығып бара жатыр. Сосын апа келеміз бе сдача десем, жоқ келеміз дейді. О, чиви 90 теңге бүгін 10% ғой да. 900 теңге тапсырыс болса 10%-ын жауып тұр. Айта кететін жағдай, менде таксопарк 0 деген такси, яғни таксопарк ешқандай пайыз ұстамайды, тек Яндекс ұстайды өзінің тапсырыстарында. Сағат қазір 4:47 болды, иә. Енді біз неге бара жатырмыз? Жаңа шаруалармен кетіп бара жатырмыз. Скорее всего, арға үйге баратын шығармыз. Сағат уже 5-тен кетті, уже 5-тен кетеді. Ар жағында үйге қарай тапсырыс аламыз да, ары қарай үйге қарай кететін шығармыз. Мүмкін кешке таман шығамыз қайта, егерде басқа да жоспарлар болмаса. В общем, 3-4 сағаттың өзіне, 2-3 сағаттың өзіне 6000-7000 солай тапсырыс тауып тұрып қой енді. Жақсы, жаман емес, әдемі. Осымен видеоны аяқтайтын шығармыз. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар.